Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін мен сізбен күшті бір видео түсіргім келіп тұр. Мен қазір тойға дайындалайын деп жатырмын. И мындай бар ғой, боянғым келіп тұр. Типа get ready with me, но образды прям көрсететіндей емес, осының қазір боянғым келіп тұр. Сол әңгіме айтып отырып, как всегда, сондай рубрика. Мен негізі бар ғой, қазір андай қараңғы болып тұр мына жер. Мен бірақ именно осылай светті қоссам, прям әдемі болады да. А так өзімді айнадан қарасам мындай қараңғылау болып тұр. Но постараемся қазір жасауға, как обычно менің боянатыным сияқты емес, кішкене басқаша. Давайте бастайық онда. Қазір ең бірінші мен база ретінде осы кремді жағам. Вот. Мен последнее время вообще қатты боянбаймын, потому что маған лучше кожаның состояниясын маған емдеген ұнайды, чем оны үстінен жаба беріп, бір нәрселермен бояй бергенше маған лучше таза кожа болған ұнайды. Ал менде пока что кожамды тазартып емдеуге пока что возможность жоқ, потому что во время беременности оны емдеуге болмайды. Поэтому мен осындай бір мероприятие, той деген сияқты кезде жасаймын. Ал күнделікті жүрген кезде арасында ғана бүйтіп боянам. Так, в основном тек SPF-пен қорғанып жүремін. Менің негізі YouTube каналымда в основном рецепт видеолар, бірақ мен арасында негізі әртүрлі форматта видеолар салам. Просто көбі рецепттерге үйреніп қалды, но негізі мен рецепттен бөлек басқа да видеолар түсіремін. Бұл менің каналым, в принципе, универсальный канал. Бәрін сала беретін. Распаковка болсын, уборка болсын, жұмыс туралы болсын, в общем, бәрі. Мынау жарықпен негізі пигменттері мындай қатты көрініп тұрған жоқ. В основном негізі олар менде қатты көрінеді, прям темный болып тұрғандары. Так, мен надеюсь, что менің даусым жақсы естіліп тұр и нормально деп ойлаймын. Бұл крем негізі мен бұны бар ғой, неге алғанмын? Для осветления деп алғанмын. L'Oreal'дің именно осы қызыл крышка, бұл матовый түрі деді. Хотя маған обычный ұнайтын. Ну, менде енді осы бар, поэтому осыны жағамыз. Бұны алғаныма біраз болған. Өте аз қолданым, сол себепті әлі біткен жоқ. Новый спонжик такой. Так, давайте бірінші жақсылап бетіміз кепсін. Мына жақта қалай болып тұрған? Білмеймін, вроде бы нормально. Мына жақтарыма да еще новыйдан бір нәрселер шығып кетті. Как вы видите, вот. Еще бүгін қазір кірпік жабыстырамыз. Бұрында часто жабыстыратым, именно на шет жақтарына, солайына. Одан кейін кішкене қалып қойды. Ерініп қалатын болдым. И бір жағынан ұнамай қалды. Вот солай. Мен андай бір переход түсіріп алайыншы қазір. Қолыма алып алдым осылай, чуть-чуть. Қазір мен дұрыстап жағып алайын. Так, в принципе, осындай болып тұр. Өзіме көп сезіліп тұр. Но бұл матовый, да, просто. И мынау бір-екі қатты көрініп тұратын пятналарға қазір консилер жағам. Қазір мен бір жақсылап мына жақтарын бәрін реттеп алайын, потом ораламын. Қасымызға кірсек, и же бетті аяқтап тастаймын ба деп білмейтін. Қазір осыны жағам қазір. Осылай. Ну, в принципе, жасадым, просто кішкене. Revolution-дікі. В общем, мынандай гель жағамыз. Пуси гелім бітіп қалды, но менде қазір басқа гель, но тоже өте жақсы гель. Прям ұнайды. Тоже әдемілеп жасап шығамыз. Здесь уже нормально. Вот осындай болып тұрады. Осындай тени жағып аламын. Бұтым осылай. Кішкене қарадан қосайық. Мындай лайфхак жасайын деп тұрмын. Осылай бір капля и бір капля. Алдына жағам. До середины хайлайтер жағам.
чтобы хайлайтерді ұстасын деп солай жалғасып кетеді. И дальше там стрелкамен типа темный болып солай кетеді. Туш телескопик. Лисий взгляд жасаймыз. Бірінші жанға қарай жағамын осында. Алдарын бір қарайтып алу керек болады. И на жақтарды уже типа шетке қарай. Ну вот, на жаққа қарай. Так, екінші слойды можно сделать. Да? Вроде нормально лежит. Осындай болып тұр көзім. В общем, менде жарық өшіп қалды. Мен ернімді боядым. И в итоге осындай макияж шықты. Білмеймін, даже вроде бы красиво, но кішкене көзім бәрі қоңыр болып тұрған сияқты. Но әдемі шыққан сияқты. Всем пока. Все, мен кеттім. Енді маған киініп дайындалу керек. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Тағы да күшті видеолар түсірем. Просто қазір жарығым тағы да сөніп қалуы мүмкін. Но, в принципе, маған ұнап тұр. Ернімді, кстати, на бір 2 карандашты қостым и осындай блеск қостым. Красивый блеск. Қараңыздар, күшті. Вот осындай. Өзімен бірге осыларды алып кетем. Вот. Всем пока.